Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп алыңыздар, лайк басып кетіңіздер қыздар. Мен сертифицированный бьюти эксперт Рабиға Абылова. Бұл парақшада бет күтімі жайлы, косметика жайлы, макияж жайлы и жеке өмірім туралы қызықты ақпараттар салып отыратын боламын қыздар. Каналыма қолдау білдіріп, лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өте керемет, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын қыздар. Бүгінгі біздегі бет күтіміндегі жалпы тақырыбы базовый уход дегеніміз не? Көп қыздар базовый уходтың не екенін білмейді. Қараңыздар, бізде базовый уходқа өзі 5-6 ғана зат кіреді. Мысалы қараңыздар, жалпы бет күтімі таңғы бет күтімі және кешкі бет күтімі деп бөлінеді. Таңертеңгісінгі базовый уходқа мысалы ең алдымен таңертең бетімізді осындай умывашкамен жуып тазалап аламыздар. Бұл дегеніміз көпіршік, әртүрлі умывашкалар болады. Жұмсақ пафтардан тұратын және қатты пафтардан тұратын умывашкалар қыздар. Біз бетімізді тазалағанда жұмсақ пафтан тұратын умывашканы таңдауымыз керек қыздар. Егер жесткий пафтан тұратын умывашка қолданатын болсаңыздар, сіздің бетіңіздің қорғаныш қабатын бұзып, бетіңізге зиян келтіруі мүмкін. Бетіңіздің қабыршағы бұзылғаннан кейін бетіңізге безеу шығады, черный точкалар пайда болады, барлық нәрсе үйір болады қыздар. Сондықтан умывашка таңдағанда жақсы умывашка таңдаймыз қыздар. Ең алдымен умывашка кетті. Умывашкадан кейін бетімізді умывашкамен жуып алғаннан кейін 5 минуттың аралығында осындай тонерлерді бетімізге жағамыз қыздар. Тонер таңдағанда да бетіңізге сәйкес келетін тонер таңдайсыздар. Жалпы адамда 4 түрлі бет тип болады. Құрғақ, майлы, комбинированный и нормальный бет типі қыздар. Соған сәйкес келетін тонерлерді таңдап аласыздар. Мен мына жерде жалпы көрсетіп жатырмын тонер косметикаларды. Сондықтан ең алдымен тонер жағып аламыз. Тонер дегеніміз бұл сіздің бетіңізді келесі этапқа дайындайды. Яғни келесі жағатын тонерден кейін сыворотка. Сыворотканың дұрыс сіңуіне көмектеседі тонер. Бетті ылғалдандырады, нәрлендіреді, су құрамын толықтырады. Сондықтан тонер тоже міндетті. Қыздар, жалпы бет күтімінде бір ғана крем, бір ғана чудо крем деген нәрсе болмайды қыздар. Чудо маска деген. Барлығы комплексна түрде сіз 5 этап, 6 этап барлығын жағу керексіз. Сол кезде ғана сізде результат болады қыздар. Сондықтан көп қыздар маған бір ғана крем беріңізші, пигментация кетіретін, әжім кетіретін бір ғана крем беріңізші деп келеді бізге консультацияға, но ол деген ешқандай результат көрмейсіз. Сондықтан комплексті түрде осындай арнайы бьюти эксперттерден аласыздар. Тонер жақтық. Тонерден кейін міндетті түрде сыворотка жағамыз. Тоже бетіңізге сәйкес келетін сыворотканы таңдап аласыздар қыздар. Жалпы бұл бет күтіміндегі ең жақсы жұмыс істейтін осы сывороткалар болып табылады қыздар. Барлық активтер, қышқылдар осы сывороткалардың құрамында болады. Мысалы, сіздің бетіңіздегі безеу, пигментация, әжім болса, осы сыворотка негізі бұл емес, жалпы сывороткалардың құрамында болады, сол заттарды кетіретін. Сондықтан сыворотка ең главный актив болып табылады, ал қалған мына заттар көмекші ретінде. Біреуі бетіңізге сіңуіне көмектеседі, біреуі сіздің сыворотканы қорғап тұрады, күннен қорғайды дегендей қыздар. Сондықтан бетіңізге сәйкес келетін, проблемасына сәйкес келетін сыворотканы таңдап аласыздар. Сыворотканың молекуласы өте майда болады қыздар. Сондықтан 5 минуттың аралығында сывороткадан кейін міндетті түрде крем жақпасаңыздар, жаққан сывороткаларыңыз далаға ұшып кетеді. Бұл сыворотка молекуласы өте майда, сондықтан беттің тереңгі 3-ші қабатына дейін ене алады. Сөйтіп бетіңізді іште жылтыратады, жаңағы безеу болса безеуді кетіреді, әжім болса әжімді кетіреді сывороткалар қыздар. Сывороткалар жалпы солай жұмыс жасайды. Сыворотка жақты. Таңертеңгісін, одан кейін міндетті түрде крем жағамыз. Таңертеңгісін кремнің орнына осындай SPF кремдер жақсаңыздар болады. SPF кремдерде химиялық фильтрдегі и физикалық фильтрдегі SPF кремдер болып бөлінеді қыздар. Физикалық фильтрдегі SPF кремдер сіздің бетіңізді күннен 2 сағатқа қорғайды. Ал химиялық фильтрдегі SPF кремдер сіздің бетіңізді 8-10 сағатқа дейін қорғайды қыздар. Сывороткадан кейін міндетті түрде
SPF крем жағып аламыз. Далаға шығардан жарты сағат алдын жағасыздар химиялық SPF кремді. Ал физикалық SPF кремді сразу жағып, сразу шыға берсеңіздер болады, қыздар. Осылай міне таңғы бет күтімінде базовый уход сол. Ал кешкісін міндетті түрде кешкісі тоже солай болып келеді. Қараңыздар, кішкене ғана айырмашылық. Кешкісін міндетті түрде ең бірінші этапта шербет немесе гидрофильный масло или мицеллярный вода қолданасыздар, қыздар. Кешкісін жаққан тоналкамызды, SPF кремімізді міндетті түрде екі этапты тазалаудан өткізесіздер, қыздар. Қараңыздар, ең бірінші шербет, одан кейін барып умывашкамен жуасыздар. Сол кезде ғана сіздің бетіңіз жақсы тазаланатын болады. Егер бетіңізді дұрыс тазаламасаңыз, черный точки, безеу, содан шығады, қыздар. Міндетті түрде кешкісін екі этаппен бетімізді тазалап аламыз. Одан кейін тоже жаңа таңертеңгі сияқты тонер жағамыз бетімізге. Тонерден кейін сыворотка жағамыз міндетті түрде. Сывороткадан кейін крем для лица жағамыз. Жалпы крем для лица бұл жабын ретінде көрпе, яғни жамылғы ретінде қызмет атқарады. Сывороткадан кейін міндетті түрде крем жағасыз. Егер крем жақпай, тек қана сыворотка жағатын болсаңыз, сывороткаңыз ешқандай да әсер бермейді. Себебі бұл далаға ұшып кетеді. Сондықтан крем міндетті түрде жағасыздар, жабын ретінде қорғап тұрады, әрі бетіңізді ылғалдандырады, нәрлендіріп, су құрамын толықтырып тұрады, қыздар. Ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. YouTube, TikTok, Instagram парақшаларыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы видеолар шығарсын десеңіздер, комментарийге жазыңыздар, көптеп пікір қалдырыңыздар. Лайк басыңыздар, парақшама тіркеліп отырыңыздар, қыздар. Менің каналымның дамуына кішкене атсалысып жіберіңіздер. Алдағы уақытта мощный видеолар шығаратын боламын. Қыздар, сонымен қатар бізде корейский оригинал косметикалар біздің магазинімізде бар. Барлығы оригинал, қыздар, өте қолжетімді бағада. Менен уход алсаңыздар, тегін консультация беретін боламын. Бетіңізге сәйкес келетін, проблемасына сәйкес келетін уходты таңдап, жүйелеп, схема құрып беремін, қыздар. Ақпаратым пайдалы болса, лайк басып отырыңыздар. Всем пока, келесі жолы кездескенше.